Университет тастап кетудің 5 жолы. Қалжыңдаймын. Жалпы көп адамдар назад сұрайды. Универ керек па, диплом керек па? Еркебұлан мырза, сіз сияқты университет тастап кетсем, мен де успешный болып кетем ба, мен де бизнес ашып кетем ба деген сияқты сұрақтар директқа маған көп келеді. Және де бұл сұрақтың мен сіздерге ашып, толық, не үшін шығу керек, не үшін шықпау керек, соны жеткізгім келіп тұр. Менің есімім Еркебұлан Болатов, Ауреоч компаниясының есімін және де кәсіпкермін. Енді универ бойынша шығудан бұрын мен өзімнің универлік историямды айтып берейін. Қалай түстім? Жалпы не үшін түстім? Мен универ қалай таңдадым? Жалпы 11 сыныпта мен сабақты өте қатты оқыдым. Енді бүкіл сабағына қатыстым, қосымшаларға бардым, бүкіл пробныйдан 140-138 балл алып жүрдім. Алланың қалауымен 2019 жылы мен Сүлейман Демирел университетіне оқуға түсем. Универ оқып жүрем. Бірақ универге түскен кездегі менің бірақ ниетім болған. Ол менің өзімнің финансовый жағдайымды жақсарту. Жалпы қарапайым отбасынан шыққан балалардың барлығын бір ортақ мақсаты болады. Жаңа диплом алып кету емес, ол кейін бір мықты жұмыс орнына тұру емес. Оның ең басты мақсаты өзінің финансовый жағдайын жақсартуға, көп ақша табу. Бірақ бізде бала кезден бір убеждение қалыптастырады. Ол қандай? Сен бай боласың, сен успешный боласың, сен грамотный адам боласың, сенде высшее образование бар, сен мықты боласың деген сияқты әртүрлі ойларды енгізіп тастаған. Біз бәріміз ойлаймыз, все, универ бітірсем бол, универ бітірсем бол, универ бітірсем бол деп адам өзінің жауапкершілігін арттырып жібереді. Мен универге түсуді құптаймын, бірақ та универ бітіру не обязательно деп ойлаймын. Неге десеңіздер, мен өзімнің жақын окружениемді қарасам, жалпы кәсіп жасатқан адамдарды қарасам, дипломның көмегімен кәсіп жасатқан адамдарды көрмедім, шыны керек. Бірақ та универдегі алған білімін кәсіпте қолданған адамдарды көрдім. Яғни университет всегда білім беру. Ол дипломда емес мәселе. Білім беруінде және орта беруінде. Көп адамдар не істейді? Университет оқып жүреді, бірақ та ол жай ғана сессияларға дайындалады, жай ғана РК-ларға дайындалады, жай ғана мидтермдарға дайындалады, бірақ та универдің сыртында дамымайды, кітап оқымайды, мамандығы бойынша курстарға бармайды ол адам. Көп адамдармен таныспайды, жай ғана универде белгілі задачаны орындап қана жүреді. Одан бір уақытта түсіндім. Мен қазір университет бітірсем, диплом алсам, мен бәрібір бұл дипломмен жұмыс жасай алмаймын. Неге десеңіздер, программирование ол менің жүрегім қалайтын мамандық емес. Себебі мен бүйтіп отырып код жазу маған дискомфортно, менікі емес екенін түсіндім. Сонда мен үйдегілерге айтамын: "Мам, пап, мен оқығым келмейді. Мен жұмыс жасағым келеді. Мен программист болмаймын." И бүкіл сіздердің де отбасыларыңыздағы адамдар сияқты не дейді? Мен дым білмеймін, короче. Сен оқуың керексің. Сен бекер түстің ба не университетке? Сен бекер СДУ-да оқып жатсың ба не деп? Жоқ деген ұрыс естідім. Оқып жүрдім, бірақ параллельно мен әртүрлі курстарға барып маркетинг бойынша. Потом оқып жүрген кезде мен сен бизнес ашып көрдім. Универдің сыртында жаңа достар тауып бастадым. И белгілі бір уақытта менің кәсібім жүріп, бизнесім жүріп, доходым өсіп, мен өсіп бастаған кезде автоматом университетке бару деген ой жоқ уже. Тек қана кәсіпті ғана ойлайсың. Университеттерге басына сессияларға, жаңа РК-ларға барып жүрдім. И бір уақытта оны да тастай салдым. Маған университетке бару керек емес. Сөйтсем мен үйдегілерге айтамын: "Мам, пап, мен университет оқымаймын. Мен бұл университеттен шығамын." Яғни сен белгілі бір өзің ішіңде сенімділік пайда болған кезде, сен қорықпай университет тастай берсең болады. Бірақ та сен универ оқып жүріп, шыққаннан кейін қандай іспен айналысатыныңды таппасаң, онда университет тастау ол өте қате. Неге қате? Себебі сен мысалға немен айналысатыныңды білмейсің. Универден шықтың, сені кім күтіп алады? Мамаңның ұрысы күтіп алады, папаңның айғайын күтіп алады. Сен туысқандарың осуждать етеді: "Мынау баласы оқудан шығып кетті, оқи алмай, диплом алмайтын болды" деп айтады да. Бірақ та олар бұрынғы заманның ойымен өмір сүреді да. Сен амал жоқ, олардың ойын өзгерте алмайсың. Ол туысқандарыңның, ата-анаңның ойын өзгерте алмайсың сен. Сен не істейсің? Ешқандай планың жоқ университеттен шығып кеткеннен кейін. Шықтың, бәрі саған давить етеді, сен өзің кәсібіңді ашып көресің, қадаласың и сен сынып қаласың. Өйткені сен айтады: "Айттым ғой саған мен университетті бітір" деп. "Айттым ғой саған оқуыңды оқы" деп. Туысқандарыңның, ата-анаңның сөзі сені сындырып тастауы мүмкін. Сол үшін мен қандай универ оқып жүрген жігіттерге қандай кеңес беремін? Әрқашан сіз план Б қойып алыңыз, яғни бизнестің жақта хоть кішкентай болсын, минимум 500 мың теңге болсын, доход әкелетін кәсіп немесе жұмыс тауып алыңыз. Оны тауып реттегеннен кейін барып сіз уверенно шыға аласыз университетте. Себебі сізде уже план Б гарантия тұрады да мына жақта. Қандай гарантия? Ата-анаңның ұрысына көрсете алатын гарантияң тұрады. Мен сөйтіп университеттен шықтым, одан кейін мен келесі деңгейге шықтым. Себебі менің бүкіл фокусым, бүкіл ойым, бүкіл назарым тек қана кәсіпте, тек қана дамуда ғана болды. Соның арқасында мен 2 стап өстім да, 2 есе, 3 есе өстім. Доходым күннен күнге өсті. Мен ойладым да негізі, мен студенттік өмірді көрмедім Еркебұлан. Мен студенттік өмірім қиын болды деп ойладым да. 4-ші курста мен группаластарым сабақ оқып жатқан кезде мен үстінен Cessna самолетімен ұштым.
и бәріне видео жіберемін. Мен сендердің типа сіздеріне ұшырын деп прикол істеймін группаластарыма. Сөйтіп мен 4-ші курс бітеді, менің группаластарым бәрі диплом алады, мен алмаймын. Мен бірақ врученияға барамын по приколу. Врученияға немен Мерседеспен барамын. Мерседеспен барамын, кәсібім бар, барлығы четко, подписчигім де бар. И барлығы маған қарайды да, уже мойындайды. Оларға жаңа универдегі жігіттерге диплом алып жатқан қызық емес. Себебі олар түсініп тұр да, бұл дипломды алғаннан кейін мен ешқайда қолдана алмаймын, мен дұрыс оқымағанымда бір жұмыс орнына кіре алмаймын. Жұмыс орнына кірсем ол жақта алтыда бір графикпен кешке дейін істеймін, маған ұнамайтын жұмыспен істеймін. И бұл маған қажеті жоқ зат деп, олар өздерінің алып жатқан дипломдарына қатты назарын бөлмеді. Керісінше барлығы маған назарын бөлді да. Себебі мен диплом алмай өзімнің өмірімді реттеп алдым. Ниеті бар осындай мотивациясы бар жігіттерге жаңағы менің опытым өте мықты сабақ, және де менің опытымды алып өздеріңіз өмірлеріңізге қолдансаңыздар болады. Ал жалпы дипломның болуы адамның жақсы, жаман немесе білімді, білімсіз екенін көрсетпейді ешқалай. Сол үшін де жүректеріңіз қалауын тыңдаңыздар. Өздеріңіз жаңағыдай гарантия қойып алыңыздар, чтобы сіздерді басқа адамдар басып тастамас үшін, сындырып тастамас үшін. И осы планмен әрекет жасасаңыздар болады. Менің ойымша, кез келген адам өзін армандай білсе, өз арманына ұмтыла алса, ол онда өзінің қалағанын алады. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Мен сіздердің әрбір жазған комментарийларыңызды оқимын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелген сайын, сандарыңыз өскен сайын біздің жаңа видео жасауға деген мотивациямыз, ниетіміз одан сайын жақсара береді. Келесі видеода кездескенше.